Сәлем әлем, сіздермен бірге Ақұпи Алматқызы. Бүгін яблочный тарт дайындаймыз. Ал видеоны көрмес бұрын менің инста парақшама тіркелуді ұмытпа. Рахмет. Яблочный тартымыздың бірінші қамырын дайындаламыз. Ол үшін бізге 75 грамм сары май, үстінен 1 щепотка тұз, 150 грамм ұн қосамыз, 1 шай қасық шекер қосып, араластырамыз. Осындай рассыпчатый болып шығады. Енді осының үстіне 50 грамм су құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырды кішкене уақытқа ары қойып қоямыз. Пирогымыздың начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 4-5 алма керек. Алмамыздың қабықтарын ашып аламыз да, осындай долькілерге бөліп тураймыз. Алмаларды турап болғаннан кейін қамырымызды қайдан алып, осындай дөңгелек қылдырып жаямыз. Енді жайылған дөңгелек қамырымызды формаға салып, бортиктарын формировать етеміз. Менің формамның диаметрі 24 см. Одан да үлкен формаға салсаңыз болады. Бортиктарын қолмен немесе вилкамен жасаймыз. Енді туралған алмаларымызды әдемілеп пирогтың ішіне саламыз. Алмалардың үстінен енді 30 грамм шекер сеуіп шығамыз. Сондай пирог шығады. Енді осыны 200 градусқа дейін қызып тұрған духовкаға 35 минутқа жібереміз. Пирогымыз дайын болды. Осындай пирогды яблочный тарт деп атайды. Оп-оңай жасалады, ингредиенттері қолжетімді. Сондай иісі де күшті, дәмі де күшті, керемет пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал маған видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің жаңа видеоларымды ең бірінші болып көру үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош, сау болыңыздар.